Латын тіліндегі алғашқы қоғамдық диктант бүкіл республика бойынша 14 қарашада сағат 11:00-де басталады. Ол өңірлік тілдерді дамыту басқармалары дайындаған арнайы аудиторияларда, әлеуметтік желілерде, онлайн тәртіпте және республикалық радиостанцияларда тікелей эфирде өтеді. Науқанның ұзақтығы 30 минутқа созылады. Жалпы ұлттық алғашқы диктант, жаңаша латын әліпбиіндегі алғашқы диктант биылғы жылы 14 қараша күні сағат 11-де өтетін болады. Бұл диктантқа қатысушылардың жас ерекшеліктері 15 жастан жоғары азаматтарға арналған. Бұл диктантқа жалпы Қазақстан бойынша қатысу уақыты 1. Бұл латын қарпін танымал ету және кеңінен тарату мақсатындағы алғашқы жалпы республикалық науқан. Кез келген адам диктант жазуға қатыса алады. Біздің Теміртау қаласы бойынша бұл жалпы халықтық диктантқа қамтылатындар саны 5000 адамдай деп жоспарлап отырмыз. Оның ішіне білім бөлімі, колледждер, Теміртау қаласының университет және басқа да мемлекеттік қызметшілер, азаматтық қызметшілер қатыса алады. Бұл мекемелермен қазір алдын ала жұмыстар жүргізіліп жатыр. Яғни аудиториялар, бұл қатысушыларға жауапты адамдар тағайындалып жатыр. Және диктант өткеннен кейін осы диктант бойынша талдау, есеп беру жұмыстары жалпы жүргізіледі. Көлемі шамамен 80-90 сөз болатын диктант мәтінін аудиожазба арқылы тарату жоспарланып отыр. Ол арнайы дайындалған орындарда Шалқар, Қазақ радиосы радиоларының эфирінде таратылады. Диктантты онлайн тәртіпте жазу мүмкіндігі де қарастырылған. Ол үшін науқан кезінде Емле.kz, Тіл әлемі KZ сайттарын ашу керек. Сонымен қатар науқан соңында аталған сайттардан мәтіннің дұрыс нұсқасын көруге болады.